Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ma'a деген бірге деген сөз. Вал-хамис бесінші, яғни насыптың бесінші орны наху дейді. Мынау сияқты мысалдар дейді. Ал-мисбаха. Мисбах деген сөз сияқты. Мин мынау мысалдағы хафиза Мухаммадун вал-мисбаха десе. Хафиза Мухаммадун, Мухаммед жаттады, вал-мисбаха шамшырақпен бірге. Яғни шамшырақты қасына қойып жаттады деген сөз. Вайсама мафхул ма'ах, бұл жердегі мисбаха деген сөз мафхул ма'ах деп айтылады. Иза қала лака қаил, егер де саған бір айтушы былай деп айтса дейді. Сирту вал джабала хатта васалту ахирал саиди десе. Сирту мен жүрдім, вал джабала. Вал джабала. Сирту жүрдім, вал джабала. Таумен бірге жүрдім. Таумен бірге жүрдім деген сөз, тауды жағалап жүрді деген сөз. Хатта васалту жеткенге дейін, ахира саиди, таудың соңына жеткенге дейін деп айтса дейді. Сағид деген биік жер ғой. Фама'наху, оның мағынасы аннаху тахаза джанибал джабали, аннаху, оның мағынасы мынандай дейді. Иттахаза, ол алды джанибал джабали, таудың шетін, тариқан, таудың шетін жол етіп алды дейді. Лаху фисайрихи, өзіне жүрісінде таудың шетін жол етіп алды. Яғни тауды жағалап жүрді деген мағынаны білдіреді дейді. Хатта уасала иля мақсудихи, өзінің мақсатына жеткенге дейін. Ва казалика, осылайша, иза саалта инсанан ан маканин туриду усула илейхи. Егер де бір адамнан жетуді қалаған бір жолды сұрасаң дейді. Иза саалта, егер сұрасаң инсанан, бір адамнан ан маканин, бір мекеннен туриду усула илейхи, оған жетуді қалаған бір мекенді сұрасаң дейді. Фақала лак, ол саған былай деп айтады дейді. Изхаб ва шари ал жадида. Изхаб, сен бар, ва шари ал жадида. Үлкен, жаңа жолмен бірге бар десе, жаңа жолмен бірге деген сөз, жаңа жолды жағалап жүре бер деген мағынаны білдіреді. Фамана, оның мағынасы ижал захабака мусахибан ва муқаринан ли шари ал жадиди. Өзіңнің жүрісіңді жаңа жолға біріккен, қосақталған ет деген мағынаны білдіреді. Ижал захабака, өзіңнің жүрісіңді қыл, мусахибан, бірге қыл, муқаринан, ол да бірге қыл деген сөз. Ишари ал-жадид, жаңа жолға бірге қыл. Яғни жаңа жолды жағалап жүр деген мағынаны білдіреді. Ла тан хариф анху ямнатан ва ла ясратан. Одан оңға солға бұрылма деген мағынаны білдіреді. Ла тан хариф, бұрылма, анху, ол жаңа жолдан, ямнатан, оңға, ва ла ясратан, солға бұрылма деген сөз дейді. Фа тасилу илал макани мақсуд. Сол кезде мақсат еткен мекеніңе жетесің дейді. Фа тасила, жетесің илал макани, мекеніңе мақсуд, мақсат еткен. Факулу мин лафсил ал-джабала фил мисали ауал ва лафсил шари'a фил мисали сани юсамма маф'улу ма'ах. Бірінші мысалдағы джабала, екінші мысалдағы шари'a деген сөз маф'ул ма'ах деп аталады дейді. Не үшін? Вал джабала деген және де аннаху иттахаза джабала. Сирту вал джабала деген мысалда ғой. Джабала деген сирту вал джабала деген сөз. Ал және шари'a деген исхаб ва шари'a деген мысалдағы шари'a. Ол екеуі маф'ул ма'ах деп айтылады. Ва якуну мансубан, екеуі де мансуб болады. Ва тусама вау лати қаблаху вау ма'ия. Ал сол сөздің алдындағы вау ма'ия деп айтылады дейді. Ва мислу залика, осы мысалдарға мына мысалдар ұқсайды дейді. Мисбах, осы жоғардағы хафиза Мухаммадун мисбаха дегендегі мисбах маф'ул ма'ах болған сияқты, мына мысалдардағы мына сөздерде маф'ул ма'ах болады дейді. Мен хафиза Мухаммадун мисбаха деген дейді. Вал джунда, мысал джунда деген сөз. Сарал амиру вал джунда. Әмірші жүрді және әскер жүрді десе, Сарал амиру, әмірші жүрді, вал джунда, және әскер жүрді. Және әскер жүрді емес, әскермен бірге жүрді деп айтсақ, маф'ул ма'ах болады. Таваджахал қаум ва нила. Таваджахал қауым бет алды, ва нила, нілді жағалап бет алды. Ва хаказа мин кулли исмин дала ала ма хасалал фи'лу би мусахабатихи. Осылайша әрбір исім фиғл онымен бірге жүзеге асқан әрбір исім, ол не деп аталады? Маф'ул ма'ах деп аталады. Ва хаказа, осылайша мин кулли исмин, әрбір исім, қандай исім? Дала ала, сілтеген сол бір нәрсеге, ма хасала, орын алған нәрсеге, фи'л,
Fe'l іске асқан нәрсеге бимусахабатихи, онымен бірге іске асқан нәрсеге сілтесе, ол маф'ул ма'ах деп аталады. Ва мимма тақаддама ю'ламу аннал мафа'иля хамса ва хи дейді. Жоғарыдағы өткен сабақтардан бізге белгілі болды, маф'улдер олар 5 екен дейді. Маф'ул деген фиғылдың бір нәрсесін білдіреді. Маф'ул бих деген фиғыл үстіне түскен исімді білдіреді. Маф'ул мутлақ ол фиғылдың бір күшейтіп тұрады фиғылды. Маф'ул лиаджлих ол фиғылдың несін білдіреді, себебін білдіреді. Ал маф'ул фих ол фиғыл қай жерде болды, қай мекенде, қай мезгілде болған білдіреді. Маф'ул ма'ах ол фиғыл немен бірге болған білдіреді. Яғни фиғылдың бір нәрсесін білдірсе, ол фиғылдың бір сипатын білдірсе, ол маф'ул деп айтылады екен. Ол маф'улдер бізде 5 түрлі болады екен. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.